Құрмет қошемет, енді жалпы қыз баланың рөліне қыз бала таппадыңыздар ма, әлде сонда ерекшелік қажет болды ма? Айжамалдың рөлі. Бұл не сонда? Неге арасында ауыстырмасқа? Бұл қызыл халатты Андай бар, человек паук сияқты осы ғана келетті бұған. Комментарийға жазады ғой, неге қызыл халат тастамайсың ба деген екен, бізге әзіл туады, содан Қанатқа айтамын да мен. Халат әпер деймін да. Содан кейін әзіл туғаннан кейін осы халат қақып кетті сөйтіп. Әзіл туғаннан кейін ол фишка есебінде қалыпта қазір. Кейін сатамыз халатты. Айналайын бір халат әперсейші енді мұнау. Халық болып сұрайық десең бе? Енді сезон деген сияқты да. халатқа ерекше тоқталып отқанымыздың да бір себебі бар. Себебі осы жақсы адамдардың бағдарламасына сіздерді қонақ қып шақыратынымызды білген елімізге белгілі дизайнер Гүлнар Қасым келіп отыр. Құралақан келіп отырған жоқ. Сіздің халатыңызды ауыстырайық. Осы Жездуханды көргеннен бері Гүлнар Қасым ұйықтай алмай, әбден қиналып жаңа. Мынау халаты болмай кетті енді. Бір ауыстыратын кез келді енді деп. Қанат алып бермесе, біз алып береген деп. Сонымен енді құрметпен, қошеметпен, Гүлнар ханым, мінекей халатты өзіңіздің, келіңіз, ортаға келіңіз. Дуғол шапалақ. Құттосы. Дизайнердің арнайы. Кеш жарық бәріңізге. Бүгін өте ризамын. Осындай әдемі жерде, әдемі көңілмен біздің көңілімізді көтеріп жатқан адамдарыма мыңда бір рахмет айтам. Енді бұл біріншіден Жайдарман рахмет айту керек. Осындай тұлға адамдар шығарып жатқаныңыз мың алғыс сізге, Есен аға. Енді бәріңіз көргенсіз, бізде көреміз Жездуханың енді көңілді көтеретін, отбасында қарайтын өмірлік кино түсіргендеріңізге енді елден рахмет айтам. Шынымен де көңілді, әзіл жарасқан, киім бір-біріне жарасқан кино. Тек халат қана бір қызыл болып. Тек халат қана, шынымен де қып-қызыл болып енді 3 миллион жинасаңыз, мына халатпен 10 миллион жинаңыз деп айтамын. Едінен жақсы ұрым. Кигізбейміз ба енді? Бұл халатты мен киме қойып, үйдегі мамам апарып берейін, мамам сыйлығыңыз деп қабылдаймын мен. Айналайын шырағым болмайды. Бүкіл халық қарап отқан жоқ қой. Киісін халатты. Мен киме қоя салайын. Мен өзім соны қалап тұрмын. Біздің мақсат бұл соңғы кездері жаңағыда енді ел аузында көшеде енді ер азамат қой. Жаңағыда жүретін қызымен кетіп баратады. Айжамал, бірдеңе-шірдеңе деп енді сондай андай IQ дамымаған кейбір балалардың сондай биядеп қылықтарынан кейін өте андай қарсылық танытып жүрді, ойнамаймын, кимеймін деп. Енді түсінуге болады негізі. Үлкен киноны түсіріп алайық, содан кейін армен қарай ойнамайсың деп жүрген. Үйдегі мамама сыйлық деп қабылдайын бұны. Үйдегі апарып берейін. Рахмет сізге. Сіздің анаңызға алғысыңыз шексіз. Енді өсіңіздер, өніңіздер, сәттілік тілеймін. Бәрекелді. Гүлнар Қасым, рахмет. Ең бастысы біздің ниетіміз түзу. Маған бір көйлек алып келгеніңізді киерем осы жерде.